Сәлем. Атом әдеттері тұлғалық даму тақырыбындағы көпшіліктен өте жақсы бағалған кітаптардың бірі. Бұл кітаптың ішінде адам өзінің әдеттерін өзгерту арқылы қандай алып нәтижелерге жетуге болатыны жайлы жазылған. Және де солай әдетін өзгертіп жетістікке жеткен адамдардың мысалы да бұл кітаптың ішінде өте көп. Бірақ мен бүгін сіздерге кітаптың ішіндегі мысалдардан біреуін де айтпаймын. Осы кітапты оқып, өз өмірімде шыққан өзгерістер жайлы айтып беретін боламын. Танысыңыз, бұл мен. 2022 жыл. Салмағым 96 кг. Суретке түскен сайын бар шамам-шашымды тартып, тыныс алмауға тырысамын. Өйтпесем семіз екенімді ел көріп қояды деп қатты уайымдайтынмын. Мен негізі басынан бұлай семіз болған жоқпын. Коронавирус кезінде осылай жағдай болып шыға келдім. Достарымның кейбіреуі мені мазақ қылатын. Көріспегелі көп болған адамдар көріп таң қалды. Бұл кезде маған біреумен жаңадан танысу немесе көпшіліктің ортасына бару өте ыңғайсыз болатын. Сосын бірте-бірте өзімді жұбата бастадым. Айналамызда сәл томпақтау, ешкімге зияны жоқ, мықты азаматтар көп. Әр ортада семізі де болады, арығы да болады. Семізі мен-ақ болайын деп ойладым. Осы оймен біраз уақытқа өзімді жұбатып жүрдім. Бірақ семіздіктің маған салған ауырлығы салмақ қана болмады. Семіздік маған ең бірінші сенімсіздік алып келді. Жасым 25-те, бойдақпын. Бірақ мен сол жылдары ешқандай қызбен танысу немесе ешқандай қызбен кездесуге бару сияқты ештеңе ойламаппын. Неге ойламағанымды түсіндім. Егер бұл жайлы ойлай бастасам, ішімдегі сенімсіздік мені депрессияға алып келер еді. Сондықтан мен ол жайлы ойлаудың орнына мен ғана семіз емеспін деп өзімді жұбатып, комфорт зонында жүре бергенім әлдеқайда оңай болатын. Комфорт зон. Семіздік екінші маған комфорт зон алып келді. Күндіз ешкімге көрінбей жұмысқа барып келемін, ал кешке үйде телефоныммен PUBG мобайл ойнаймын. Бұл ойынға мен өте қатты берілдім. Ол ойындағы мені көрсететін характер семіз емес, және ешкім оны семіз деп айтпайды. Мен жақсы ойнаған сайын жарайсың, мықтысың деген өмірде естімеген сөздерді сол ойынды ойнау арқылы мен басқалардан еститінмін. Сосын мен ол ойынды әлі де жақсырақ үйреніп, сол арқылы өзімнің жарамды емдеуге тырыстым. Ойынды да жақсы ойнадым, ранкім де көтерілді, салмағым да көтерілді. Сосын бір күні ютубтан Атом әдеттері деген кітаптың 10 минуттық ревью видеосын көрдім. Ютубердің айтқаны маған қатты ұнады. Және менің үйім кітап дүкенінің маңайында болғандықтан ойланбастан барып бұл кітапты сатып алдым. Кітапты сатып алып, жалқа орап жүріп, бір айдан кейін әрең бетін ашып оқып бастадым. Сосын шыққан нәтиже осылай. Сіздер бұл видеоларды көріп, мені ертеңінде тура спортзалға барып, немесе фитнеске барып жаттығу жасаған екен деп ойласаңыздар, қателесесіздер. Менің ол кезде олай өзімді өзгертетін сенімім де, шамам да жоқ еді. Мүмкін ертеңінде фитнеске барып, немесе залға барып жаттығу істеп бастасам да, 2 күн, мүмкін 2 аптадан кейін жол ортада қалар еді. Мен шынымен де өте кішкентай, тіпті атомдай кішкентай әрекет жасадым. Менің ең бірінші өзгерткен әдетім, 3 жыл бұрынғы ең сүйікті сусыным Кока-коланы Zero коламен ауыстырдым. Сосын Zero коланы газдалған сумен ауыстырдым. Сосын газдалған суды әлемдегі ең керемет сусын, ешқандай калориясыз сусын сумен ауыстырдым. Әрине, су ішіп ешкім бұлшық ет жинамайды. Бұлшық ет жинау үшін не ішу керек, не істеу керек, ол жайлы толығырақ контент істеп түсіруге болады. Тек комментария қалдырсаңыз жеткілікті. Ал бүгін менің сіздерге айтқым келгені бұл бағыт өзгерту. Мен жаңағы айтқанымдай коланы бірте-бірте суға алмастырдым. Сол сияқты барлық әдеттерім өзімнің істей алатын кішкентай әрекеттерден тұратын. Бірге елестетейік. Сіз ұшаққа отырып оңтүстік Кореяға сапар шектіңіз. Ұшақтың маршруты 3 градусқа сәл ғана өзгерсе, сіз оңтүстік Кореядан емес, солтүстік Кореядан бірақ шығасыз. Біздің өміріміз дәл осылай. Күнделікті жасалатын
бір ғана жақсы әдет немесе бір ғана жаман әдет өміріміздің маршрутын өзгерте алады. Өкініштісі, адамдар бұны өте көп жылдан кейін байқайды. Күн сайын темекі шегудің зияны сол кезде білінбесе де 20 жылдан кейін әртүрлі аурудың себебі болады. Күнде небәрі 5 ағылшын сөз жаттасаңыз, 5 жылда сіз білмейтін ағылшын сөз қалмас еді. Жақсы жағынан да, жаман жағынан да алып қарасаңыз, сіздің қазіргі жетістігіңіз де, құлдырауыңыз да осы күнге дейінгі жасап келген кішкентай әдеттеріңізбен тікелей байланысты. Жақсы нәтиже үшін қаншалықты өзгеріс қажет десеңіз, тек 1%. Мына суретке қараңыз. Күн сайын 1%-ға жақсарсаңыз, жылдан кейін 31%-ға жақсарасыз. Ал керісінше, күн сайын 1%-ға құлдырасаңыз, жылдан кейін шамамен 0 болады. Біздің көбіміз тек қана жалғыз адаммен, жалғыз секірумен жақсы нәтижеге жетуді қалаймыз. Бүгін кедей болып ұйықтап, ертең бай болып оянуды бәріміз қалаймыз. Ал жетістікке жеткен біреуді жолы болғыш дейміз. Бірақ әрбір жетістік үздіксіз жасалатын кішкентай әдеттердің нәтижесі. Бір реткі жаттығу арқылы сіздің денеңізде айтарлықтай өзгеріс байқалмаса анық. Ал күн сайын небәрі 30 минутқа жаттығу жасасаңыз, 1 жылдан кейін айнадан оң нәтиже көретініңіз анық. Көп адамдар небәрі 1 жылдық кішкентай өзгерісті жасамай жатып, кері шегінеді. Себебі талпыныс пен нәтиженің байланысын біз былай көреміз. Уақыт өткен сайын нәтиже жоғары болу керек. Бірақ талпыныс пен нәтиженің байланысы шын мәнінде былай. Кез келген іс бастапқыда бірден нәтиже көрсетпейді. Бұл графиканы жасаған адам мына қиылыстан пайда болған ауданды депрессия деп атаған. Осыдан өтіп шыдаса, ар жағындағы нәтиже өте керемет. Әдетті қалыптастыру үшін ең алдымен мақсатқа назар аудармау керек. Сіз дұрыс естідіңіз, мақсатқа назар аудармау керек. Көп кітаптарда мақсатыңды ұмытпа, мақсатың айқын болсын деп жазады. Бірақ жетістікке жеткен адам мен жетістікке жетпеген адамның бір ұқсастығы екеуінде де мақсат болған. Ағылшынша сөйлеп үйренемін деп мақсат қойғанша, күніне 10 сөз үйренемін деп жоспар құрсаңыз, әлдеқайда нақтырақ. Сіз қалаған нәтиже сіз үшін қаншалықты қызық, маңызды болса да, оған жететін жол, жасайтын әрекет сіз үшін қызық емес болса, сіздің сәтсіздікке ұшырауыңыз әбден мүмкін. Ендеше әдетті қалай қалыптастыру жайлы айтайық. Мүлдем кітап оқымайтын адам үшін 30 минут кітап оқу ол өте қиын. Ал кітап оқуды әдетке айналдырған адам 30 минут кітап оқу ол тіс жуғанмен бірдей оңай шаруа. Ал енді кітаптың ең маңызды бөлігі. Адамға әрбір жаңа әдет стимул, қалау, реакция, марапат деген 4 бөліктен тұрады. Түсінікті болу үшін күнделікті өмірден мысал алайық. Телефоныңызға SMS келді, бұл стимул. Келген SMS-ті ашып көргіңіз келді, бұл қалау. Сосын сіз қолыңызға телефоныңызды алып, SMS-ті ашып оқыдыңыз, бұл әрекет, яғни реакция. SMS сіздің жақсы көретін адамыңыздан келді. Онда сіз қуандыңыз, бұл марапат. Ең қызықтысы, әрбір әдеттің стимулы келесі әдетке жалғасады екен. Сіз Instagram-ға кірсеңіз, ары қарай YouTube-ға кіргіңіз келеді. YouTube-ға кірсеңіз, ары қарай Facebook-ға кіргіңіз келеді. Солай 1 сағаттың қалай өткенін байқамай қаласыз. Бірақ біз бұл төртеуін өзімізге пайдалы жағына жұмсатуға болады. Ол үшін біз әдетті қалыптастырудың 4 заңын білуіміз керек. Әдеттің 4 заңы: біріншісі түсінікті қылу, екіншісі ұнату, үшіншісі жеңілдету, төртіншісі ләззат алу. Әдетті түсінікті қылу. Біз жаңа әдетті бастар алдында оны қайда, қашан істеу керегі жайлы ойланбаймыз. Осы айда кітап оқимын, келесі айдан бастап жаттығу жасаймын деген сияқты мақсат дұрыс болса да, қайдан, қашан істеу керектігі аса маңызды. Мысалы, мен таңертең жұмысқа кетердің алдында кітап оқимын. Мен жұмыстан келгесін 20 минут аулада жаттығу жасаймын деген сияқты қалыптастырғыңыз келген әдетті нақты әрі түсінікті қылу әдетті қалыптастырудың бірінші заңы екен. Орта көзге көрінбейтін әдет қалыптастырушы. Бұл осы кітапты жазған Джеймс Клердің айтқан сөзі. Сіз кітап оқуды әдетке айналдырғыңыз келсе, кітапты көзге көрінетін оңай жерге қойыңыз. Кітап оқуға телефоныңыз зиян келтірсе, телефоныңыздың интернетін жауып, немесе телефоныңызды басқа бөлмеге қойыңыз. Осылай жақсы әдетті оңай қылу және жаман әдетті қиындату арқылы біз жақсы нәтижеге жете алады екенбіз. Екінші заңы: әдетті ұнату.
Адам баласы бұрыннан бастап өзі қаламаған нәрсені жасамайды. Бұл үшін дофамин деген гормон жайлы білгеніміз абзал. Мотивация адамның дофамин гормоны сезім жүйесімен тікелей байланысты. Дофамин шешім қабылдау, ләззат алу, үйрену сияқты көп нәрсеге міндетті түрде керек. Дофамин қай кезде бөлінетіні өте қызық. Есірткіге тәуелді болған адам есірткі шеккенде емес, шегерден бұрын құмар ойнайтын адамдар отқан кезде емес, отыстық алдында, дәмді тағам жеген кезде емес, жеудің алдында дофамин көп бөлінеді екен. Ойлап көрсеңіз, кейде саяхатқа шыққанда емес, саяхатты ойлап дайындалған кезде өте қызығырақ болады. Шынымен де тойдың болғанынан болатысы қызық деген сөз дәл осы дофаминнің анықтамасы сияқты сезілді. Енді мен сіздерге міндетті түрде жасауға тиісті және жасағанды жақсы көретін екі нәрсені бір-бірімен байланыстыру жайлы айтып беремін. Сіз спорт залға барып жаттығу жасауды жақсы көрмеуіңіз мүмкін. Мен де алғаш спорт залға барғанда жаттығу жасауды ондай жақсы көрмейтінмін. Бірақ жаттығу жасап ән тыңдау мен үшін жақсы нәтиже берді. Спорт залға барған кезде мен өзімнің жақсы көретін подкастлерімді және өзімнің жақсы көретін әндерімді тыңдап, сонымен бірге жаттығу жасаймын. Бұл менің міндетті түрде істеуге тиісті нәрсе және істегенді жақсы көретін екі нәрсені байланыстырған мысалым. Бұл нәрсе ғылымда да бар. Примак принцип деп аталады екен. Жасалуы мүмкіндігі көп іс-әрекет, мүмкіндігі аз іс-әрекетті жасауға әсер етеді деген сөз. Әдеттің үшінші заңы жеңілдету. Жақсы әдетті қалыптастыру үшін басында жеңіл жолдан бастау керек. Қиын болған сайын жаңа әдетті қалыптастыру мүмкіндігі азаяды. Егер сіз ұзақтағы фитнес залы арзанырақ деп таңдау жасасаңыз, уақыт өте келе ауа райы, жол кептелісі, тағы басқа себептермен жол ортада қалдыруыңыз әбден мүмкін. Алғашқыда өзіңізге өте үлкен мақсат қойып, қиналудың қажеті жоқ. Алғаш кітап оқып бастасаңыз, алдымен 10 минут, одан кейін 15 минут деген сияқты жеңіл жолмен жасарту жағын ойлаңыз. Ал керісінше жаман әдеттеріңізді жасалуға қиын қалыңыз. Тағы да өзімді мысалға алайын. Мен бұрын PUBG Mobile ойнайтын кезімде өзіме осылай wireless charger алдым. Сосын ойын ойнаған кезде телефонның батарейкасы біткен кезде тоқтатуға тура келетін. Солай мен PUBG Mobile'ды бұрынғыдан қарағанда әлдеқайда аз ойнайтын болдым. Тағы бір мысал, соңғы кезде Facebook'та керексіз нәрселерді қарап көп уақыт отыратынымды байқап, Facebook'тың аппликейшнін өшіріп, оны браузер арқылы керектенетін болдым. Браузермен керектену аппликейшнмен керектенуден қарағанда әлдеқайда қиынырақ. Сондықтан Facebook'та 1-2 сағат отырып қалу деген әңгіме қазір менде жоқ. Әдеттің төртінші заңы ләззат алу. Адам ләззат алған сайын біздің миымыз қайтадан жаса деген команда береді. Әдеттің алғашқы үш заңы сіздің әдетті қалыптастыруға керек болса, бұл төртінші заң сол әдетіңізді жалғастыруға керек етеді. Барлық әдеттің нәтижесі белгілі бір уақыттан кейін пайда болады. Бірақ басында айтқанымдай 1% өзгеріс 1 жыл жалғасатын болса, 37 есеге нәтижесін көрсетеді. Сондықтан кішкентай өзгерістен мотивация алып, тоқтамай жалғастыру өте маңызды. Жетістікті сезіну жасаған әрекетіңіздің босқа кетпегенін білдіріп, ары қарай жалғастыруға мотивация болады. Ол үшін сіз өзіңіздің әдеттеріңізді қандай бір жолмен белгілеп отыруыңыз керек. Өмірде күтпеген кедергілер өте көп. Кітап оқуға уақыт шықпау, суық тиіп ауыру, немесе досыңыздың туған күні сияқты көп нәрсе сізге кедергі болады. Бұл кітаптың авторы жетістікке жеткен күндердің пайдасынан сәтсіздікке ұшыраған кездің зияны адамға әлдеқайда көп әсер етеді деген. Бірақ бұл сізді тоқтатпау керек. 30 күн үздіксіз жасаған жаттығуыңызды 3 күн үзсеңіз, оныңыз 4 күнге, 4 күніңіз 1 аптаға, 1 аптаңыз 1 айға айналуы мүмкін. Уақытыңыз болмаған күні 30 минут жасалатын жаттығуды 5 минут болса да жасаңыз. Жағдайыңыз келмей, ауырып сырқаған кездеріңізде жасамаған күндеріңізді белгілеп қойыңыз. Тек белгілеудің өзі сіздің ол әдетті ұмытпағаныңызды білдіреді. Ең бастысы тұрақтылық екенін ұмытпаңыз. Осыған дейінгі айтылған кеңестерді қысқаша түйіндейік. 1% өзгеріс жылдан кейін 37 есеге өзгеріс алып келеді. Жетістікке жету үшін мақсатқа емес, жүйеге мән беріңіз. Әрбір өзгеріс бастапқыда тура нәтиже бермейтінін ұмытпаңыз. Әдетті қалыптастыру үшін түсінікті қылу
ұнату, жеңілдету және ләззат алу керек. Ол үшін көзқарасыңызды өзгертіп, ыңғайлы орта жасап, жасағыңыз келген әдетті жасауды ұнататын әдеттеріңізбен байланыстырып, қиын емес ең оңай жолмен аз-аздан алға жылжып, күнделікті ұмтылыс өзгерісті белгілеп отырыңыз. Бұл жолы видеомда өзімнің осы кітапты оқып, шығарған оң нәтижелерімен бөлістім. Егер менің видеом ұнаса, лайк басыңыз, және тағы да осындай видеоларды көргіңіз келсе, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Әр қазақтың ой-өрісінің кеңеюіне үлесім болсын. Назар аударғандарыңызға рахмет.